Telefon tınbaydı. Жаңа жылға не дейсіз? Мен оған айтпаймын ғой, үйіңе елка апарып айнал демеймін ғой енді оған. Анық нәрсе бұл да. Мен айтып отырмын, сен өзің істей алатын, орындай алатын жұмысты сұра. Мысалы, сен үйде полный, мысалы, басқаратын адам емессің деп жатырмын да. Әкең шығады жаңа жыл деп, шешең шығады жаңа жыл деп. Енді оған енді бұл болмайды, кәпірсің, сәпірсің деп ұрыс жанжал қылуға арзитын нәрсе емес ол. Міне иншалла біз жайлап өсеміз. Бұл нәрсе өз-өзіне қалып кетеді. Алдыңғыдай тойламайды қазір жаңа жылды адамдар. Ойбой, жаңа жылды баяғыда біздің уақытымызда, Әбжаппар аға. О, мына бірінші декабрьді тойлайтын адамдар да. Алхамдулилля, біз дінімізді үйренейік, білімімізді ала берейік, бұл жайлап қалып кете береді. Қалып кете береді бұл нәрсе. Бұған енді тұрып алып, ұстап алып, төбелесіп, айқайласып, қырылысып, шарт емес бұндай нәрсе. Бірақ жүрген жерімізді айтып, түсіндіріп, иншалла мына өзіміздің мәулud 4 январда келіп жатыр. Алхамдулилля, дайындалайық. Яшенді табаракты жаттап дайындалайық. Мына біз қазір Әбжаппар ағамыз 60-тан өткен адам, қандай әлі зейінім жақсы деп жатыр да, өзін жақсы ұстаған, мысалы. Мәулудке дайындалайық, Құран жаттайық, хадистер жаттап дайындалайық да. Иншалла тағын бір 20 жылдардан кейін мына қатардағы жігіттердің барлығы енді 40-қа, 50-ге келеді. Үй басқаратын адам болады. Ей, мынаны қойыңдар. Бұл дұрыс емес десе, ол үй өшеді, тоқтайды. Қазір енді мынандай бала тұрып алды, анауың болмайды, мынауың болмайды, аршаңына кәпір екен, сәпір екен. Бұл орыстардың өзі көрсе көріп астар. Бұл Дед Мороздың шығуының мақсаты не екен бәрін интернеттен көрсетіп қойып жатырмын. Өздері, мұсылмандар істеп жатқан жоқ бұны. Бірақ оны көрмесе не дейміз, кімге қапа боламыз? Біз Аллахтан сұрайық. Аллахым халқымызға иман берсін, бірлік берсін, ынтымақ берсін. Ынтымақты сақтау парзы айын бұл. Ынтымақты сақтау парзы айын бұл. Ынтымақты сақтайық, үйіміз тыныш болсын. Кішкентай бір нәрсе деп тұрып, бүтін үйдің бәрі болсын. Ол өзі алқаш. Таза да өз. Қалбасадан да қайтпайды, итті сойып берсең, итті де жібереді олар да. Сен сөйтіп үйіңе айтқан, мұна вахабис дейді, мұна басқа ағымға кіріп кеткен дейді. Менің балам вахабис дейді, басқа ағымға, о астақпырым, мен ойлап, йога ағама бір бәле кіріп кеткен десем, неге десем, келеді де маған намаз оқымайсың ба, айта береді. Егер оған күніге бір бутылка пиво, бір бутылка арақ бере берсең бар ғой, ең жақсы адамсың да, осы дәрежеде. Бірақ біз Аллахтан сұрайық. Аллах соларға хидаят берсін, тыныштық берсін. Міне іштеріңізде не бір жігіттер бар, не бір тайған, не бір адасқан жігіттер болды. Исламға келді, бәрін тастады, бәрін жиыстап тастады. Неге? Ана жиіркенішті нәрсені тастады. Ол шығу үшін адамға ең бірінші иман керек, ағайындар. Ең бірінші иман, сабырлық керек. Абу Бәкір Сыддықты қарасаңызшы, Меккеде қанша жыл жүрді? Меккеден алып келіп Мединеге келгеннен кейін әкесі исламға келген да. Әкесімен қырылыспаған бірақ, әкесіне де қатты құрмет болған. Сосын сіздерге де айтарым, ондай нәрседен сақ болыңыз. Намазыңызда шынымен Аллахтан жылап сұраңыз, Алла өзгертіріп қояды.